Ғұмырын қара еңбекпен өткізген жандар, есесіне қартайғанда бейнеттің зейнетін көрген қыстақ атамызды қуандықтар қызығып қарайды. Бір кезде одақтанған сауыншы Алмагүлдің арманы. 106 жаста қой қырқып, қонақтан қалмайтын кезбе және жайлы білгіңіз келсе, келесі аптада дәл осы уақытта кейіпкерді көріңіз. Еңбекке байланысты ғой. Еңбек етсең, емесін дейді ғой. Жалпы халықтың бәрі бірдей емес. Ұқыпты адамдар малды ұстап арғы өркендетіп алып кетті дағы, ұқыпсыздары малды базарға сатты дағы, сонымен қазір кедейшілікке айналып отыр. Негізінен алғанда айтып еңбекке байланысты. Мен осы 8 бала тудым, біреуінде отпуск алып, не болмаса декретке шығып, не курортқа бар дем алмаппын. Еңбек етсең, емерсің, құландықтардың басты ұстаным осы. Бір кезінде одақтанып омырауын орден жапқан шопан малшы сауыншы досында. Байқағанымыз, өздері қартайса да қолдарынан қуаты қартаймаған. Көктемнің күніне қарамастан күн тұманды, құланның қара желі өңменінен өтеді. Бір замандағы Тортай бидің қыстағы, енді ақсақалдың немерелер қамына тұрғызылған демалыс кешені. Жоқ, оны ақпағанда ғанибет жоқ қой, тірлікте солай екен. Әлгі айтады ғой, кедей байға жетсін, байға жетсін деген болады ғой. Әлде осы да арман бар, бірақ енді көп жағдайда дүниенің артық болып баратса, мынау ағайын туысқанын жарымға дейді. Құдайға тоғын, ағайын туысқандарыма бәрін бөліп беріп жатырмын. Оның кейін әлгі жәрдем беріп жатырмын. Кейіпкеріміз Қыстақ Дәулетов 70-тің алтауынан асқан. Өмір-бақи кеңшардың отымен кіріп күлімен шықты. Ұзақ жылдар агроном бас экономист қызметін атқарды. Бала болып 5 жасқа толғанда сұм соғыс басталды. Содан есейгенше ұйқы ойын күлкі тыс қалды. 5 жасында қой сауып, тәулігіне майданға 50 кило ірімшік жіберіп тұрған кейіпкеріміз осы. Тәрбие беріп, қамқорлық жасап, тәрбие беріп, еңбекке деген қабілетін күн сайын үйрену өте қиын дейді. Ал еңбекке үйреніп алғаннан кейін, оның тастап кету одан да қиын дейді. Әкесі Дәулет 97-ге, анасы Гаухар 90-ға толып көз жұмды. Өзі де ғасырдан артық жасаймын-ау деген сенімде. Қаннан бұрын мұндай күш-қуат қара еңбекке ерте араласқан қайратта жатыр. Жүр, мен саған айтайын. Міне, мынау жерде белгілері. Мынау біздің атамыз байдылықпен байдылдан тараған Шақшан деген ру болады. Білдіңіз ба? Сырттан келген жанның көзіне оттай басылатыны мына қабырғадағы стенд. Жанұям менің тірегім деген фотоколлажға әулеттің бәрі сыйған. Соғыстың кесірінен мектеп табалдырығын 11 жасында аттады. Шүкір, кілбеспен тәмамдап шықты. Одан кейін статтехникум Қырғыздың мемлекеттік университетінде қызыл дипломмен аяқтады. Одақ кеңшар тараған соң білгір агроном үйінде қол қусырып отыра алмады. Қазаққа нан мен нәр беретін жер, қорқыныш пен күдік ұялаған жеке қожалығын 97 жылы бастады. Қорқа-қорқа батыр болды бүгінде. Ауыл шаруашылығын айтар ақылы көп, қосар кеңесі жетеді. Мынау қияр дейміз, не дейміз, өте сезон кезінде өте көп болады дағы, базарға апарып тұрып, тегін паштишті береді, тегін береді. Егер де солтүстік облыстарға біз жіберсек, жаңағыны дайындап кететін болса, онда рынок кішкене бір тәртіпке келер еді. Мына жердегі өнімді бағасы сондай жоғары болатын еді, ана жаққа да тіпті жақсы болатын еді. Осыны мынау енді еске алу керек келсек. Өйткені барлық жерде заготовитель конторды ашып, содан бәрбір районда. Осы мәселе көтерілді. Барып алып кетсе, онда уверенно боламыз да біз. Жылыжайды облыстан алғашқы болып қолға алды. Онда да үміт пен күдік аралас. Енді 2 сотық жерден 3,5 тонна қияр алады. Сен барып, анау, не, суды қосшы Тұрсынкүл. Тұрсынкүл апамыз да еңбекқор. Ұзақ жылдар ұстаздық қызмет атқарды. Зейнетке шыққаннан бері демалудың орнына 2 қолға тыным жоқ. Қиярдың ортасын ойып жауқазын гүлін құлпынай сарымсақ отырғызған. Әйтеуір бұл жылыжайда бір түйір дән түсер жер бос емес. Мына ауылдың бірден бір кішкі жағдайында мына құс асырау. Өзімізге мысалы үшін базардан бір жұмыртқа сатып алмаймыз. Сондықтан жұмыртқаның барлығы өзіміздің тауықтар береді. Бұнсыз әрбір
әрбір үйде ауылда осындай тауықтар болатын болса 20-30-40-қа шейін тауық ұстауға болады. Жерінде бәріне о да бір қосымша өзіміздің резервіміз ғой, қосымша резерв. Отандасқалы уже 50 жыл болды. 92 жылы осы жерге көшіп келдік. Мына арада еш нәрсе жоқ болатын. Поляна, елдің бәрі малына етін былай қарай. Осы жерде жаңағы көшпегеннен кейін, приватизация болып алғаннан кейін, содан кейін талдарап отырғыздырдым. Міне көріп тұрсыздар, міне яғыда сат, неше түрлі міне яқта үшістіп, жаңағы золотое превосходное, оның барлығына күтім керек. Жаңағы Алматыдан келген немерелерім демалсын, далаға келгендей болмасын деп, сөйтсем олар айтады, апа мен атаның саты біздегі Алматыдағы ботанический сад деп. Қыста атамыз мына қыстаққа күніне бір соқпаса, көңілі көншімейді, кейіпкеріміздің өмірі ерте сейтті. Бар жоқ 6 жасында небәрі тәулігіне 3 сағат ұйықтап, майданға күніне 50 кило ірімшік жөнелтті. Тұрмыс мәжбүрледі, өмір ерте сейтті. Давай, айдар шетіне көрейін. 2000 саулық бар, сол төл алу науқаны басталады. Қазір сақпаншылармен толық қамтамасыз еттік. Сонан кейін бір дәу қойдан бердім. Сақпаншылардың тамағы тегін 5 литр май, сосын кейін продуктысына 20 мыңнан ақша бердім. Ал енді сақпаншыларды жаңағы тиісті маманданған киімдермен қамтамасыз етеміз. Сонан кейін айына 45 мыңнан айлық әрбір шабан неге сақпаншыға. Олар негізінен 45 күн науқан жүреді. Соны күніне 1000 теңгеден айлығын береміз. Әккі агроном әрі есепші қария шаруа тетігін кесіп пішіп қойған. Жерге сенуге болмайды. Бір жыл өнім сәтті болса, келер жылы бармағыңды тістеп қалуың бек мүмкін. Мен 400 тоннадай шөп дайындадым, престеп тұрып әкеліп, 400 тоннадай. Шөбім қазір мына жайылымға байланысты қыс сонша қаттан болған жоқ. Бірақ мен қысқа осы ең жаман жағдайды ойлап келем. Мал өріске шықпай қалғанда шөп жететіндей болып, жем жететіндей болып, сондай жағдайға. Өйткені ол мен басымнан өткен жағдай, колхозда әрбір 15-16 жылда бір қайталанып тұратын қыс бар, қатаң қыс. Сол кезде құм жақтағы, мойын құм жақтағы қойшылар таяқтарын ұстап бос қайтқан замандарда болған. Сол кезде бар шөпті жеткізіп те бере алмайтын жағдай болған. Армансыз адам жоқ. Біреу үйде жатып 5 тоқтын армандаса, кейіпкеріміз қой санын 2000-нан 5000-ға жеткізуді мақсат қойған. Ал ірі қара сойыс мал. Қорада байлаулы тұрған жылқылар күз қымызхананың берекесі. Еңбекке байланысты ғой. Еңбек етсең, емерсің дейді ғой. Сол негізінен әйтеуір бұл жалпы халықтың бәрі бірдей емес. Анау жекешелендіру кезінде, мысалы үшін, мынау көрші қырғыздарға малдарын бәрін бөліп берген. Сол ұқыпты адамдар малды ұстап қалдықтағы, ұқыпсыздар базарға сатып жаңағы малының бәрінен, елдің бәріне теңдей бөлінген. Тіршіліктің берекесі еңбекте екені бұл әулетті үлкен кішіге мәлім. Ата малының арқасында Алматыны жалпағынан басып жүруге мүмкіндігі жететін немерелер қолдары қалт етсе ауылға сығады.